Hi everyone! Бүгін сіздермен магистратураның бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Аудированияны талдаймыз. Бірінші сұрақтан 8-ші сұраққа дейін келетін және бірінші текст бойыншағы аудированияны аудиосын тыңдай отырып, әр сұраққа жеке тоқталып талдаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға әлі тіркелмесеңіз, тіркеліп алсаңыз болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қоюыңызға болады. Бүгін сіздерге толық аудированиядағы сұрақтарды талдаймыз. Олай болса сәттілік. Сіздерге берер кеңесім, жалпы аудионы тыңдамас бұрын сол аудио бойынша сұрақтарға назар аударып, сол сұрақтармен танысып алу қажет. Одан кейін сол аудиодан соны іздеп отырамыз. The speaker has substantial breakfast. Таңғы асын, маңызды таңғы асын қай кезде ішеді? On weekdays. Жұмыс күндері on at weekends. Демалыс күндері on Monday. Дүйсенбі everyday күнде. Яғни қайсы екенін тыңдап табуымыз қажет қазір. Енді келесі сұрақ бізде The speaker prefers to butter. Яғни майдың орнына ол нені қалайды? Lean meat, ет, soft margarine, жұмсақ маргарин, good vegetables, жақсы көкөністерді, juice fruit, яғни жеміс шырынын. Яғни майдың орнына не жейді ол? Соны тыңдап табуымыз қажет қазір, тыңдау барысында. The speaker eats muesli with. Яғни ол тамақты немен жейді? Dried fruit and nuts, құрғақ фрукты және жаңғақтармен, fruit and sweets, жемістермен және тәттілермен, lemon and tea, лимон және чаймен, bread and butter, нан мен маймен. It's not a secret that our meals, это не секрет, что наша еда деген сөз, make us feel bad, яғни өзімізді жаман сезіндіруге не деді? Give us pressure, давление береді, change our life, өмірімізді өзгертеді, influence our health, денсаулығымызға әсер етеді. The speaker often drinks tea with. Көбіне чайды немен ішеді? Lemon, лимонмен, sweets, тәттілермен, sandwiches, сэндвичтермен, toast, toastпен. Тыңдау барысында қазір табатын боламыз. Келесі сұрақ. The cereal is always. Яғни оның ботқасы әрқашан not important, маңызды емес. Dry and ready to be eaten. Сулы және жеуге дайын. Cooked by my sister, қарындасымен әзірленген. Dry and tasteless. Сулы және дәмсіз. He doesn't practically eat. Ол жемейді деуге болады. Butter, майды, bread, нанды, nuts, жаңғақтарды, margarine, майды, маргаринді. Келесі сұрақ бізде ең соңғы сұрақ, мұқият тыңдап оқып алыңыздар. Содан жауап беретін боласыздар. Яғни бұдан кейін аудио тыңдаймыз. He likes tea without. Яғни ол қандай шайды жақсы көреді? Несіз? Milk сүтсіз, sugar қантсыз, sweet тәттілерсіз, кофе. Кофесіз, енді бұл сұрақ кофесіз деген мүлде келмейді. Ал жақсы, енді олай болса қазір тыңдауға көшетін боламыз. Мәтінді тыңдаймыз. It is not a secret that our meals influence much on our health and our mood. That's why I consider breakfast to be the most important meal in the day, as it is the first meal, and it can put us in good spirits. Now I shall tell you about my breakfast. In the morning, I usually have porridge. I often start my breakfast with a cereal which is not cooked. It is something dry, ready to be eaten, or muesli, some grain or porridge which is not cooked with dried fruit, nuts, and so on. I also like eggs, cooked in different ways. I don't practically eat butter. I prefer soft margarine, made of vegetable fat, which is not heavy and creamy. I don't eat jam at breakfast. I eat marmalade, which is not sweet. There is slight bitterness. It's rather pleasant. I usually don't have a substantial breakfast on weekdays. I do it on weekends when I get up late. Very often I have just tea or coffee with sandwiches. Tea is usually taken by me with milk.
I like very strong tea without sugar. Sometimes, when I am in a hurry, I don't have time to have proper breakfast, and I go to the university being hungry. In such cases, I usually buy something like Snickers or Mars on my way to the alma mater. Бірінші сұрақтың жауабы at weekends болады, яғни демалыс күндері. Демалыс күндері ол маңызды таңғы асын ішеді. Яғни дұрыстап таңғы асын ішеді. Жұмыс күндері дұрыс іше алмайтындығы туралы айтылды. Сіз тыңдай алмай қалсаңыз, тағы бір рет қайталап тыңдасаңыз болады. The speaker prefers butter, яғни майдың орнына ол маргарин, soft margarine деп айтты, иә? Мәтінде тура осылай айтылды және аудиода. Тағы бір рет тыңдап алсаңыз да болады. Тыңдады деп түсінді деген ойдамын. The speaker eats muesli with, яғни бұның дұрыс жауабы A варианты болады. Dried fruit and nuts. Яғни сулы жемістермен, жаңғақтармен жегенді жақсы көреді. It's not a secret that our meals influence our health. Яғни дұрыс жауабы, D жауабы. Яғни тамақтардың біздің өміріміз, денсаулығымызға әсерін тигізетіні құпия емес деген сөз. Сіз де бұл жауапты тапты деген ойдамын. The speaker often drinks tea with sandwiches. Яғни бұны нақты айтқан болатын. Яғни жұмыс кезінде ол әдетте чайды мен сэндвич ішкенді әдетке айналдырған туралы айтқан. Егер сіз бір реттен дұрыс тыңдай алмай қалсаңыз, қайталап видеоны көріп тыңдасаңыз болады. The cereal is always dry and ready to be eaten. Сулы және жеуге дайын. Осы нұсқасы айтылған болатын текстте, аудированиеде. Жақсы. He doesn't practically eat butter. Яғни ол май жемейді десе де болады, иә? Оның орнына маргарин жейді. Дұрыс жауабы butter, A нұсқасы болады. He likes tea without sugar. Яғни ол қансыз шайды ұнатады. Қою шайды ішеді, иә? Қансыз аштығы ішетін болады. Сонда дұрыс нұсқасы бізде B нұсқасы. Жаңа мына жердегі without деген ол без деген сөз. Без сахара, иә? Сонда without sugar. Бүгінге осы аудио талдау сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналға жазылып алыңыз. Келесі видеолардан күтіп қоймаңыз.